Тағы да ешкім күтпеген жайт орын алды. Ақтөре мен бір болайық студиясына аттанған Абзалдың Аружанға сезімі ашылды. Абзал, бір болайықтың студиясындамыз. Ақтөре қазір студияға кіреді. Жаман ашуланып келді нау, бірақ бұл жақта деген Ерасылмен бой болғаннан кейін ба Шақкерім мырза таниды екен. Ойламаппын мен, бірақ бізді таниды екен деп. Бір болайыққа бірінші рет кеп тұрмын өмірімде. Деп ағынан жарылды Абзал Харди. Бір болайық тікелей эфирі біткен соң Абзал Аружанды кездесуге шақырды. Абзал мен Аружан бірге көңілді кездесу өткізді. Желі қолданушылар мен Аружанның апалары ашуға болықты. Тіпті мұндайды Мұсаның қолдаушы апалары да күтпеді. Осы жайттан кейін Аружан қызымыз тікелей эфирде ағынан жарылды. Абзал Харди да әлеуметтік желі арқылы Аружан жайлы сұрақтарға жауап берді. Абзал, біз бір болайық жаққа бардық студияға. Сомен Аружанды көріп қалдым. Аружан екеуміз тиктокта батыл ойнаймыз. Қосудың қажеті жоқ ағайын деп ақталды Сараның экс ғашығы Абзал. Кейбір желі қолданушылары Абзал Аружанға үміткер боп келеді деп жарыса жазды. Абзал бір болайыққа Аружанға үміткер боп келе ма? Әрине, ол жағы әзірге белгісіз. Еске салайық, Ақтөре мен Абзал Таугүлде бірге тұрады.